Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Арай. Бүгін өте дәмді, жұмсақ, үлпілдек тоқаштар әзірлейміз. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бізге керек заттар 3 жұмыртқа, 2 жұмыртқа қамырға, 1 жұмыртқа тоқашымыздың бетіне, 4 ас қасық қант, 1,5 стакан жылы сүт, 600 грамм ұн, шым тұз, 1,5 ас қасық ашытқы, 100 грамм ерітілген сары май. Алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, үстіне ашытқымызды қосамыз. Араластырып, бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Бізде 15 минут уақыт өтті. Енді үстіне жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды қосамыз. Шым тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнымыздан 5-6 ас қасық қосып, тағы да араластырамыз. Үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді қалған ұн бөлігін бірнеше бөліктерге бөліп, қоса отырып араластырамыз. Үстеліміздің үстін сұйық маймен майлап, қамырымызды түсіріп аламыз. Ұн қажет етпесе, илей отырып, жабысқақ болып тұрса, ұн қосамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді ыдысымыздың ішін сұйық маймен майлап, қамырымызды саламыз. Қамырымыздың бетін де майлаймыз. Бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Бізде 1 сағат уақыт өтті. Қамырымыз өте тамаша көтерілді.
Енді үстеліміздің үстін сұйық маймен майлап, қамырымызды түсіріп аламыз. Қамырымыз жаюға ыңғайлы болу үшін тең 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін ыдысымызға салып, екінші бөлігімізді тік төртбұрыш формада жаямыз. Алдымен қолмен жайып, одан кейін оқтаумен жаямыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді бөлме температурасындағы сары майымызды жағамыз. Өз қалауларыңызша ортасына тосап та қосуларыңызға болады. Сары майды жұқалап жағып шыққаннан кейін қант себеміз. Енді қамырымызды рулет тәрізді етіп ораймыз. Тым тығыз ораудың қажеті жоқ. Оралған қамырымыздың енін 4-5 сантиметрдей етіп, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бір жақ шетін қысып, ішіндегі майы шығып кетпес үшін осындай гүл тәрізді етіп дайындаймыз. Барлық тоқаштарымызды дайындап шықтық. Енді бетін жауып 20-25 минутқа қоямыз. Бізде уақытымыз өтті. Тоқаштарымыз өте жақсы көтерілді. Енді бетіне бір жұмыртқаны жағып шығамыз. Егер де қызарып піссін десеңіздер, жұмыртқаның тек сарысында жақсаңыздар болады. «180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіреміз. Міне достар, біздің тоқаштарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді, үлпілдек болып шықты. Менімен бірге дайындап, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыздар.